Бір көшбасшы Англияға заттарын жинап үлгерді. Екіншісі Парижге жақындай түсуде. Тағы екі футболшы кенеттен алаңнан тыс қалды, және мұның бәрі кездейсоқ емес. Деку бірден ақша, жалақы және бірнеше адамға арналған тізімдегі орындарды босатып жатқан сияқты. Оның үстіне, олардың бірі Родридің трансферіне тікелей әсер етуі мүмкін. Ал екіншісі жаңа орталық қорғаушы туралы мәселені қайта ашуы мүмкін. Бүгін біз Араужо, Ферран, Касадо және Бардаджидің кетуі неліктен соңы емес. Барселонаның жазғы трансферлік терезесінің ең маңызды кезеңінің басы болуы мүмкін екенін талдаймыз. Достар, жайғасыңыздар, біз бастаймыз. Барселона осы жаздағы ең күтпеген мәмілелердің бірін дайындап жатыр. Рональд Араужо Ливерпульге жалға алуға көшуге жақын. Фабрицио Романоның айтуынша, клубтар қазірдің өзінде келісімге келген. Негізгі шарттар келісілген, ал құжаттарға жақын арада қол қойылуы керек. Бұл көптеген адамдар үшін тосынсый болды. Өйткені бұл операцияның айналасында ешқандай шу болмады. Бірақ қазір бәрі уругвайлық қорғаушының келесі маусымда Энфилдте өткізуіне байланысты. Мәміле жалға беріледі, ал Ливерпуль сатып алу опциясын алады. Бұл міндетті болмауы маңызды. Яғни ағылшын клубы маусымның соңында Арауходан бір жола кеткісі келетін, келмейтінін шеше алады. Барселона үшін бұл да маңызды сәт. Клуб ойыншының болашағын бақылауды бір жола жоғалтпайды. Бірақ қазірдің өзінде жалақысының едәуір бөлігін босатып жатыр. Испандық баспасөздің хабарлауынша, Ливерпуль Араучтың барлық жалақысын өз мойнына алады. Бұл Барсаға бірден екі жолмен көмектеседі. Қаржылық жағдайды жеңілдету және басқа ойыншыларды тіркеуді жеңілдету. Сонымен қатар, бұл күтім Родри операциясына көмектесуі мүмкін. Барселона қазірдің өзінде Манчестер Ситимен келіссөздерді бастады және жалақы кеңістігін босату бүкіл стратегияның маңызды бөлігіне айналуда. Самар Ух жақында ғана Ханси Фликтің командасындағы орын үшін күрескісі келді. Бірақ жаттықтырушымен сөйлескеннен кейін жағдай түсінікті болды. Флик оған жаңа маусымда оның рөлі шектеулі болып қалатынын айтты. Ол команданың негізгі қорғаушысы болмайды. Керісінше қосалқы рөлді сақтайды. Қазір иерархияда одан жоғары тұрған Пау Кубарси, Жерар Мартин және Эрик Гарсия. Араужо өткен маусымда барлық турнирлерде небәрі 1670 минут өткізді. Бұл оның деңгейіндегі ойыншы үшін жеткіліксіз. Сондықтан ол көбірек ойын уақытын іздеуді ұйғарды. Ливерпуль бұл жағдайда өте дер кезінде пайда болды. Ағылшын клубына шұғыл түрде қорғаушы керек. Ыбырайым Канате Реал Мадридке кеткеннен кейін қорғаныс шебінде мәселе туындады. Джо Гомес бұлшық етінен жарақат алды. Джованни Леони ауыр жарақаттан айығып жатыр. Ал Вирджил Ван Дайк шын мәнінде жалғыз толық дайындалған тәжірибелі орталық қорғаушы болып қала берді. Ливерпуль үшін Раухо да ыңғайлы, өйткені ол тек қорғаныс орталығында ғана емес, оң жақта да ойнай алады. Дәл осы әмбебаптық оны Андони мен Раула үшін қызықты нұсқаға айналдырды. Раухоның өзі үшін бұл мансапты қайта бастау мүмкіндігі. Барселонада оның айналасында тым көп қысым, жарақат, бәсекелестік және үлкен матчтардағы сәтсіз эпизодтар болды. Англияда ол көбірек ойын уақытын алып, өзіне деген сенімділігін қалпына келтіріп, бір кездері оны Еуропадағы ең жақсы орталық қорғаушылардың біріне айналдырған деңгейді қайта көрсете алады. Бірақ Араужоның кетуі Барселонаның қорғаныс жоспарларын бірден өзгертеді. Бұрын жаңа орталық қорғаушы бірінші кезектегі міндет емес еді. Бірақ қазір Деку нарыққа қайта қарауға мәжбүр. Тізімге қайта оралатын бірінші есім Кристиан Ромеро туралы Тоттенхэм. Барселона аргентиналықты көптен бері бақылап келеді. Өйткені ол командаға агрессияны, көшбасшылықты, жекпе-жекте күш-жігерді және жоғары қорғаныс шебінде өзін қалай қорғау керектігін білуге мүмкіндік береді. Раухо кеткеннен кейін оның кандидатурасы әлдеқайда өзекті бола бастады. Ромеро тәжірибе қосып, өрмекші Барси үшін маңызды серіктес бола алар еді. Аймерик Лапорттың тағы бір нұсқасы. Оның сол аяғымен ойнайтыны қызық. Бұл клубта, әсіресе әлем чемпионатында өрмекші Барсимен бірге болғаннан кейін бағаланады. Сонымен бірге Ханси Флик жаңа қорғаушының міндетті түрде қажет екеніне сенімді емес. Оның артында Кубарси, Эрик Гарси, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин және Эльваро Кортес қалды. Флик жас ойыншылар мен ішкі резервшілерге сенуге дайын екенін бірнеше рет көрсетті. Сондықтан қазір клуб ішінде әртүрлі көзқарастар болуы мүмкін. Дека Раухо кеткеннен кейін нарықты зерттегісі келеді. Ал Флик әлі де тізімде бар адамдарға сенеді. Сайып келгенде, бұл мәміленің өзі ғана маңызды емес. Араучты Ливерпульге жалға беру бүкіл тізбекті реакцияны тудыруы мүмкін. Барселона жалақы кеңістігін босатады. Ойыншыларды тіркеуге көбірек орын алады және Родри операциясын күшейте алады. Сонымен қатар, клуб жаңа орталық қорғаушы мәселесін қайта ашады. Араужоның күтпеген келісімі тамыз айында Барселонаның бүкіл трансферлік жоспарының кілттерінің бірі болуы мүмкін. Достар, сіз бұл туралы өз пікіріңізді комментарийге жазасыз. Және бұл видеоға лайк басып,
жазылу арқылы қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Біздің мақсатымыз 500 лайк жинау. Біз 500 лайк жинаймыз. Келесі күні бірден жаңа бейнебаян шығады. Раухоның жалға алуымен қатар тағы бір маңызды ойыншы Ферран Торрес, испандық шабуылшы, PSG-ға ауысуға жақындаған сайын келіссөздер басталды. Соңғы мәліметтер бойынша, ол осы аптада Парижге ықтимал көлік қозғалысы аясында баруы керек. Жағдай тез дамып келеді. Ферран PSG-ға ауысуға келісіп қойған болатын. Ал оның айналасындағылар ойыншының Францияға кетуге деген ұмтылысын Барселонаға жеткізді. Каталондықтар үшін бұл бәрін өзгертеді. Бұған дейін клуб Ферранмен сәрсенбіде демалыстан кейін жаттығуға қайта оралған кезде кездесуі керек еді. Бірақ клубтар арасындағы келісім ертерек жабылса, бұл кездесудің қажеті болмайды. Марктың айтуынша, Барселона мен PSG арасындағы келіссөздер бірнеше күннен бері жалғасып келеді. Олар тыныш және көп шу шығармай өтіп жатыр. Деку мен Луис Кампостың басты актерлері, екі клубтың спорт директорлары. Барлық назар Родри, Джулиан Альварес және Араужоға аударылғанымен, Ферран операциясы біртіндеп алға жылжыды. Ойыншының PSG-мен 4 маусымдық келісім шарт бойынша келісімі бар. Қазір тараптар соңғы баға мен бонустарды талқылап жатыр. Барселона үшін бұл өте маңызды ақша. Ферранның келісім шартына 1 жыл ғана қалды. Ал клуб оның келесі жазда тегін кетуіне қауіп төндіргісі келмейді. Жақында Ферранның өзі есікті ашық қалдырды. Ол Барселонамен келісім шартқа отырғанын, бірақ футболда не болатынын ешқашан білмейтінін айтты. Ол сондай-ақ клуб оны шынымен сақтап қалғысы келетінін көрсету керек екенін айтты. Бірақ қазір бәрі ойыншының өзі Парижге қарай еңкейіп тұрған сияқты. PSG Ферранды шабуылдың маңызды күшеуі деп санайды. Ол өзінің әмбебаптығы үшін бағаланады және шабуылдың ортасында да, қапталда да ойнай алады. Мықты әлем чемпионаты мен финалдағы шешуші голдан кейін оның мәртебесі енді ғана көтерілді. Бұл жағдайды бақылап отырған PSG ғана емес, Арсенал Франға да қызығушылық танытып, алаңға шығып үлгергені хабарланды. Бірақ басты фаворит Париж болып қала береді. Ойыншы дәл қазір PSG-ға ауысуға жақын. Егер мәміле орындалса, бұл Барселонаны қайта құрудың тағы бір маңызды қадамы болады. Алдымен Раужа Ливерпульге кетуімен жалақы кеңістігін босатады. Ал енді Ферран клубқа 50 миллионға жуық табыс әкелуі мүмкін. Барселонаның шығыс операциялары мұнымен бітпейді. Клуб сонымен қатар Марко Касадо мен Руни Бардаджиді Ханси Фликтің командасы Удинезе мен Ноттингем орманына қарсы ойнауы керек. Удиндегі маусым алдындағы турнирге қатысуға өтінімдер қалдырмады. Бұл өте маңызды қадам. Екі ойыншы да жаттықтырушылар мен клубтарға олардың Италияға ұшпайтыны туралы хабарланды. Себебі қарапайым. Барселона ықтимал трансферлерге кедергі келтіруі мүмкін жарақат алу қаупін төндіргісі келмейді. Демек, клуб бұл операцияларды қазірдің өзінде шынайы деп санайды. Касадо үшін жағдай ерекше маңызды. Фрэнки де Йонгтың жарақатына қарамастан, Барселона әлі де қарастыруға дайын. Клуб шамамен 40 миллион еуро алғысы келеді. Барс үшін бұл бухгалтерлік есеп бойынша таза табыс дерлік. Өйткені Касадо Ламасидің шәкірті. Сауд Арабиясында да оған қызығушылық бар. Әсіресе Әл-Хилал тарапынан. Бірақ ойыншының өзі Барселонадан кетуге мәжбүр болса, Еуропада қалуды жөн көреді. Міне, Интердің жаңа нұсқасы. Соңғы мәліметтер бойынша, Милан клубы Касадоның ықтимал бағыттарының бірі ретінде қарастырылады. Ойыншының өзі үшін бұл опция тартымды болуы мүмкін. Егер қызығушылық нақты болса, жеке шарттарды үйлестіруде қиындықтар күтілмейді. Бірақ клубтар арасында келіссөздер жүргізілмейінше, Интер ресми ұсыныс жасауы керек. Ал Барселона Касадоны шамамен 40 миллион еуроға бағалауды жалғастыруда. Руни Бардаджимен жағдай басқаша, бірақ логикасы ұқсас. Энтони Гордон мен Карим Адайми келгеннен кейін қапталдағы бәсекелестік тым жоғары болды. Тізімде Ламин Ямал, Рафина және жаңа ойыншылар бар. Бұл Бардаджи үшін ойын уақыты азайып бара жатқанын білдіреді. Фабрицио Романо Барселона мен ойыншының өзі трансферлік терезенің соңғы апталарында кету нұсқаларын зерттеуге дайын екенін айтты. Бардаджи дамуын жалғастыру үшін көбірек ойын уақытын алғысы келеді. Бірақ клуб өзінің болашағын бақылауды толығымен жоғалтқысы келмейді. Сондықтан Барса сатып алу құқығымен сатуды жөн көреді. Ойыншының өзі клубпен тікелей байланыста болу және кейінірек оралу мүмкіндігін алу үшін жалға алуға көбірек бейім. Мүмкіндіктердің бірі Аякс деп аталады. Бірақ ол жерде көп нәрсе PSG қол қойғысы келетін Мики Готстың болашағына байланысты. Егер ол кетіп қалса, Аякс Бардаджиді алмастырушы ретінде қарастыруы мүмкін. Барселона шығу үшін бірден бірнеше операцияны жеделдетіп жатқаны белгілі болды. Араужо Ливерпульге жалға алуға жақын. Ферран Торрес PSG-ға ауысады. Ал Касадо мен Бардаджи енді Италиядағы турнирге қатысуға өтінімге кірмейді. Клуб үшін бұл жай ғана құрамды тазарту емес. Бұл жалақы кеңістігін босату, ақша табу және негізгі трансферлік мақсаттарға орын дайындау әрекеті. Түсініктемелерде Араужо Ферраны немесе
Касадоның ең ауыр күтімі қандай деп ойлайтыныңызды және бос ақшаны кімге жұмсайтыныңызды жазыңыз. Ең алдымен Родри, Алварес немесе жаңа қорғаушы. Егер сізге Барселона трансферлерінің егжей-тегжейлі талдауы ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Алдағы апталарда трансферлік нарықтағы жағдай бір күнде өзгеруі мүмкін.